Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында оп-оңай рулет дайындайтын боламыз. Жұмсақ әрі дәмді. Бір жасағаннан идеальный шығатын, ойдағыдай шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда болатын рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Енді рулетімізді бастайтын боламыз. Жұмыртқа мен сахарымызды осылай миксердің көмегімен араластырып аламыз. 2 есе көбейетін болады, байқап қарасаңыздар. Осылай. Қанша граммнан екенін видеоның астына жаза кетемін. Осылай крем сияқты 2 есеге үлкейді, я. Енді осыған електен өткізіліп алған ұнымызға разделителімізді қосып, ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы керек, өйткені әдемі көтерілетін болады. Егер електен өткізілмесе, комок, яғни түйіршік болып көтерілуде қиындау болатын болады. Сондықтан електен өткізіп алыңыздар. Осылай массаға қосамыз. Ұнымызды қосқан кезде осылай лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай видеодағыдай осылай араластырып алыңыздар. Миксермен дальше араластырмаймыз, өйткені ол одан сайын сұйық болып басылып қалуы мүмкін, көтерілмей қалады піскен кезде. Осылай түйіршігі кеткенше астынан үстіне қарай осылай араластыратын боламыз, біркелкі етіп. Егер бұндай лопаталарыңыз болмаса, кәдімгі қолмен де негізі, қолмен де осылай тез араластыруға болады. Енді пергамент қағазымызға дайын болған массамызды осылай құйып алып, лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай бір тегіс етіп, барлық жеріне тегістеп жағып алатын боламыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болмасын. Өйткені піскен кезде барлық жері бірдей болса, әдемі пісетін болады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер, ойдағыдай шығады. Бір жасағаннан өзіңізге ұнайтын болады. Жасап көріңіздер. Осылай барлық жағын тегістеп жағып шығамыз. Енді қызып тұрған духовкамызға салып пісіріп аламыз. Қанша градустан екенін видеоның астына жаза кетемін. Ол пісіп шығам дегенше ішінде жағатын кремімізді дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде творожный сыр мен сахарный пудраға сливкиді қосып крем дайындаған болатынмын. Олай істесеңіздер де енді бұл оригинал рецепт крем болғандықтан күшті шығатын болады. Егер творожный сырсыз да істеуге бола дейтін болсаңыздар, ол да күшті әдем шығады. Тек сливки мен сахарный пудраны араластырып крем жасасаңыздар да болады. Ең бастысы сливки 33% болуы керек, өйткені сливкилардың арасында негізі 33%-ті пайдалансаңыздар болады кез келген нәрсеге. Бұл жерде айта кететін жайт, творожный сыр мен сливки холодильникте болған дұрыс, өйткені салқындау болса креміңіз әдемі шығатын болады. Осылай творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып алғаннан кейін сливкиді құйып, дальше миксермен айналдыратын боламыз. Айналдырған кезде мұқият қарайтын болыңыздар. Қатты шегінен тыс айналып кететін болса, ол крем уже дұрыс шықпайды, өйткені сұйық болып қалады. Соған мән беріңіздер. Барлығы біркелкі айналып, өзі узорлар пайда болады. Яғни қасықпен алып бұлай төмен қаратқан кезде, егер крем ақпай тұрса, демек ол крем дұрыс шықты деген сөз. Егер қасықта ұстамай ақып кететін болса, онда ол крем дұрыс шықпаған деген сөз. Өйткені заттарыңыздың арасына жақсаңыздар да, ол ағып кетіп, солай мазаңызды алуы мүмкін. Міне видеодағыдай болып шығу керек негізінде. Яғни өз-өзін ұстап тұрады. Лопатамен жоғары көтергенде, ыдысты да осылай төңкергенде ақпайды. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Піскенін қалай білеміз? Осылай зубочистканың көмегімен білсеңіздер болады. Тығып көріп,
қараған кезде түйіршіктер сол заварчискаға ағашқа жабысатын болса, демек ол шала пісті деген сөз. Егер құрғақ болып шықса, таза пісті деген сөз. Солай білсеңіздер болады. Бұл жерде духовкадан шыққан кезде өзі ісініп тұрады да, ол кезде сразу шешіп алмайсыздар. Ол демалу керек суығанша. Суығаннан кейін ол кішкене басылады бисквит. Басылғаннан кейін, жылы суығаннан кейін осылай пергаментін шешіп аласыздар. Оға дейін ол бисквитке тимеңіздер, өйткені ыстық күйінде қысып қалсаңыздар, орап қалсаңыздар, арасы шикі болып қалады. Осылай видеодағыдай істеңіздер. Пергаментті алып болғаннан кейін рулетімізді оң қаратып, ішіндегі жаңағы дайындап алған кремімізді жағатын боламыз. Байқап қарасаңыздар, кремінен мен кішкене алып қалдым. Өйткені рулетті орағаннан кейін сыртына жағатын боламын. Осылай барлық жеріне бірдей етіп жағып шығасыздар. Осылай жағып шыққаннан кейін кремнің бетіне ештеңе сеумей-ақ айналдырып орасаңыздар да болады. Мен арахис сеудім. Жалпы ары қарай оформлениясы да қандай сәндеу керектігі де ол өздеріңізге байланысты. Мен бұл жерде өз фантазиямен істеген болатынмын. Ішіне кез келген жаңғақты, е болмаса мейізді қоса берсеңіздер болады. Грецкий орехпен де күшті шығатын болады. Осылай пергаменттің көмегімен қатты мыжбайсыздар. Свободно осылай айналдырып бүктеп қоясыздар. Бүгілген жерін астына қаратып қойыңыздар. Енді қалған кремімізді осылай сыртына жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне бірдей тиюі керек. Енді осының сыртына дробленый арахисті жағып шығамын. Осылай айналдыру арқылы істесеңіздер жақсы жабысатын болады. Рулетіміз дайын болды. Енді бұны морозильникке жарты сағатқа, е болмаса 1 сағатқа қойып, одан кейін кессеңіздер әдемі кесілетін болады. Жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңызға да өте қатты ұнайтын болады. Қонақ келгенде де дастарханыңыздың сәні болатындай рулет десем де болады. Басқа да рецепттерді жіберіп алмасы үшін қоңыраушай белгісін басып қойыңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.